Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен өте дәмді борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, және менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай қазанымызға суымызды қойып, сүйектерімізді салып аламыз. Және қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастап, тұзымызды салатын боламыз. Сол аралықта пиязымызды осылай майдалап турап алатын боламыз. Және картошкамызды да көбіктеп осылай төртбұрыштап турап аламыз. Чесногымыз, 2 тіс чесногымызды майдалап турап аламыз. Және капустамызды осылай бөліктерге бөліп майдалап турайтын боламыз. Видеодағыдай тураймыз. Ыдысымызға салып аламыз және сәбізімізді осы теркадан өткізіп аламыз. Менде осындай үлкен қызылша, оны осылай теркадан өткізіп аламыз. Міне барлығын турап теркадан өткізіп алдым. Енді тапамызға майымызды құйып, пиязымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Осылай орташа қызарғанша қуырып алғаннан кейін сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді осылай кішкене қызартып қуырып аламыз. Және томатымызды саламыз. 1 қасық томат салдым мен. Тұзымызды саламыз. Және 2 тіс чесногымызды саламыз. Жақсылап араластырып, теркадан өткен қызылшамызды салып алып, кішкене қуыратын боламыз. Сол аралықта піскен сүйектерімізді сорпасынан алып аламыз. Және сорпасына картошкаларымызды салып, үстінен капустамызды саламыз. Туралған капустамызды саламыз. Артынша қуырылған қызылшамызды салып, жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің борщ тамағымыз дайын болды. Бетіне осылай укроп сепсеңіздер де болады, қалауларыңызша. Және ыдысымызға салып аламыз. Осылай бетіне укропты сеуіп, және сәндік үшін зеленді қойып қойдым. Ас болсын, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.